Камераңды қоспа, өшір, кәдімгі. Өшірмеймін мен, қызмет көрсетпейсің ма? Саламатсыз. Аудио және бейне жазылым жүруде. Жаңыл Шекербекұлы рахметулла. Мына кезектегі адамдар не отыр? Меңгерушісіз ба осы жерде? Басшысы ба? Мына столдар не қылып отыр? Адамдар бар. Кән адамдар? Жоқ, кезектегі адамдар не отыр? Столдар бос тұр ғой. Шақырып атыр кезегімен. Шақырып атқан жоқ ешкім. Бейджігін көрсетіңізші өзіңіздің. Барлығын шақырып атыр кезегімен. Лауазымыңызды атап таныстырыңызшы өзіңізді. Орын отыр шақырсын. Мына антисанитарий, маска тақпай, камера осыдан екен. Өз шаруаларымен сіз не істеп жатсыз, жетінші оператор? Қазпошта қайда? Обедтен әлі келген жоқ па? Қазпоштаға жауап бересіз ба, жауап бермейсіз ба? Қазпошта 1 мен 2-нің арасында беді ғой. Қазір қанша болды сағат айтып жібересіз ба? Қиын болмаса? Сағат міне ХХК-ның өзінің сағаты 2-ден 11 кетті. Сонымен 12 минут өтті ғой, Қазпошта қайда? Қазпоштаға мен жауап бермеймін. Жаңа айттыңыз 1 мен 2-нің ортасында обед жедіңіз. Мен обед уақытысын айттым. Сіз өзіңіз таныстыруға ниет білдіргіңіз келмей ме? Басан? Ундербаев Ержан Абубакирович. Бейджик ешқандай? Бейджигім бар. Көрсетсеңіз куәлігіңізді. Мына қызметкерлер не әлі қызмет көрсетпей отыр адамдарға? Қызметкерлер қызмет көрсетеді. Қызметтің бәрі қызмет көрсетеді, бірақ мына жақта кезекте адамның бәрі отыр да. Столдың бәрі бос тұр. Мына кезек, мына адамдар. Сіз сүрер алдында білесіз қой, ескерту керек екен, бейне және аудио жазылым жүріп жатқан. Пожалуйста, түсіреміз, мен де түсіріп отырмын. Жоқ, сіз ескерттіңіз ба мені? Мен де түсіре аламын, мен де Сіз жоқ, молодец, телефон болса, сен ескерттің ба, ескертпедің ба мені? ескертпеймін. Ескертпейсің ба? Жақсы. Бұл құпия ақпарат жинау деп аталады, сен ескертпей жеке телефоныңа түсіргенің. Не жинасаңыз да шығамыз, ойын жинамыз. Сонымен, Қазпошта қайда? Қазпоштаның өзінен сұрайсыз. Өзінен сұраймыз ба? Так, Абділда Жалғас Сұлтанұлы ма? Сұлтанович дейді. Молодец. Сағат 14:13, Қазпошта әлі жоқ. Тамақ оны жеп қойды ма, бір құдай біледі. Мына қызметкерлер әлі бас тартып отыр. Қызметтерін атқаруға бәрі бос тұр. 310 сізді камера 3-ші операторға жолуды өтінеміз. Кезек мені. Сонымен 1-2 жұмыс істемейтін болды ма бүгін? Жұмыс істеп тұр. Жұмыс істеп тұр ма? Жұмыс істеп тұр. Адамдар сіз өздеріне қызмет етіп отыр ғой? Ол құжат береді. Құжат Бере ма? қабылдамайды. 2 мен 3-ші? 2 вообще басқа стол. Не стол сонда? Айтсаңызшы енді, неме айналысатынын? Ең нәтиженің солы. Оның адамы жоқ болып тұр алдында. Қабылдайын десе. Қабылдайын десе ма? Қалғандар қабылдамайды. Мына жақта 2-ні көріп тұрсыздар ма? 2 деген адам шақырмағанда қанша уақыт өткен? 2-нің адамы жоқ дейді. Шақырмаған ешкімді. 11-де қызметкер жоқ. 6-да қызметкер жоқ. Түскі ас бітіп қойған. 9-да қызметкер жоқ. Мұрынды ашып қоясыз салады. Вирус мұрыннан кірмейді, уайымдамаңыздар. Дейсің ғой. Вирус сонда мұрыннан кірмейтін болып тұр ғой, мен түсінуімше. Екі қызмет көрсетпейді, енді бастады.
14-17. Саламатсыз ба? Бейне және аудио жазылым жүргізген Жанмол Шекербекұлы Рахматулла аты жөнім. Неге жұмыс уақытында жұмыс орнында жоқсыз сіз? Анықтамалу керек мына кісі әкесінің қайтыс болғаны жайлы. Алты адам жұмыссыз отыр да, мына жақта кезекте адам толып отыр да. 6 адам алды бос тұр. Адамдарға да бәрібір, иә, үндемейді, не қосып отырсыңдар, біз қызмет етсеңдерші бізге демейді. Мысалы, қызмет көрсетіп адамдар тылық толтырмай отырса болады ғой. Айлық алып отыр, ешкім тегін құлдыққа жұмыс етіп отқан жоқ бұл жерде ешкімді. Сау бол. Рахмет. Кеттік, асаңыз. Талон алыңыз дейді. Кезектеміз, қызмет алу уақытын көрейік. 3-4 тіріліпті ғой. Жаңа қызметін атқарма атқандар. 7 тіріліпті. Алдыңызда бірінші топ мүгедек келіп тұр. Анықтамал керек әкесінің қайтыс болған жайлы. Қайсы қайтыс болған? 78 жыл. Бірақ соны 5-6 жылға созу керек та, нақты белгісіз болғандықтан. Соны сабезге сөйтіп ЗАГСқа жіберу керексіздер. Камераны түсірсең дұрыс болар еді. Жай ма? Несін түсіріп отырсың? Қызмет алып жатырмын. Қызмет алсаң камераны қосып жүру керек па не? Сен маған қазір тыйым салып тұрсың ба? Жұмысың істесің. Камераны қосып жүру керек па не? Сен шатағың болмасын да, қосып жүрейін ба, қосып жүрмейін ба, иә, Дәулет? Жалғас. Камера қосып ба дейді? Камераны қосып ба, өшір, кәдімгі. Өшірмеймін мен, қызмет көрсетпейсің ба? Камерамен? Номер беріп, не істеу керек бұл кісілерге? Әкесінің қайтыс болған жайлы анықтама алу керек ЗАГСтан. Сен жалғас. Қызметіңді атқар, үндемей. Жалғыз номер беріп бұл. Льготныйға берсем шақырмайды ғой қазір, бронсыз. Льготныйға Тағы да берейік. шығады сосын. Льготныйға берейік па сіздерге? Бірінші топ мүгедек иінін жазыңыздар да тексеріңіздер. Льготныйға берсін. Льготный. Шағым сіз қабылдайсыз ба? Ержан, айып етпеңіз, атыңыз көрейін. Сен не үшін түсіріп отырсың? Сеңкілдемей сөйлеңіз, жарай ма? Мемлекеттік қызметкердің әдептік кодексін сақтанасыз ба? Іс-әрекетіңе қарай сөйле. Ержан, перде... Бұрын Айып етпеңіз, Үндербаев мырза. Мемлекеттік қызметкер сеңкілдеп сөйлей ма? Мен сіз деп сіздерге мәдени түрде сөйлеп жатырмын ба? жоқ, мынау қатты жақын тұр да. Хат жақын тұр ма? Жоқ, арақашық сақтаңыз деп сұрасаңыз болды менен. Жоқ, сөйтіп ескертіңіз болды, арақашық сақтап тұрмын. Отырып күте беріңіз, шақырады. Жоқ, шағым сіз қабылдайсыз ба, қызметкерге қабылдамайсыз ба? Жақсы, маған қағазбен қалам берсеңіз. Жүріңіз емес, мен қазір қызмет алып болайық, онда сосын барамыз сізге. Камера түсірмейді дейді да, бірақ өзі түсіреді да. Молодец. Кеттік күлкімен күлмей-ақ қой, бауырым. Ондай күлкімен күлмей-ақ қой маған. Жоқ, сен бұйырмаса мен қалай күлеймін, қалай күлмеймін, жарай ма? Кім? Театрда жүрген жоқсың ғой сен, сонда жүрсің, мемлекеттік мекемеде жүрсің. Сен мемлекеттік орын болса, былай сөзді көбейтпей жұмысын істесейсің, не отырсың? Жұмысын істеп отырмын, камераны қосқан дұрыс емес. түсіріп отырсың, сен не кетті? Камера түсірмесін, не үшін түсіреді ол кісі? Жөн дейін кетті. Не үшін түсіреді? Қандай правасы бар? Қандай правам бар ма? Сондай правам бар. Мемлекеттік қызметкерді кез келген кезде түсіремін, түсінің ба? Правасы жоқ ешқандай. Правам жоқ болса 102-ге звонда. Мына жерде тұрып камераға түсе береді. 102-ге звондада полиция шақыр, мен правам жоқ болса. Давай. Жаса. Мен құқым жоқ қой, мен сен құқың таптап тұрмын ғой, 102-ге звонда. Не үшін түсіріп отырсың? 102-ге хабарлас. Менің құқымды таптап жатыр де, шақыр. Кеттік біз кезек күтейік. Сіз номеріңіз қанша? Сіз номер оқиын. Өткіз жермек қазір на 0313. Тұра тұрамыз ба? Қай номер? 0313. 25 кетті. Қазір үстіне шағым жазып кетті салақ, әлі түсірді ғой.
Ау. Өркен жаңағысыз ғой, обедке кетіп қалдыңыз ғой. Қазпоштан күттік 2-ге дейін. 2-де келген жоқ. 2:15, 2:20-да кел. Қазпошта бізге қатысы жоқ онда. Жо, Өркен, сізбен сөйлесем бе әлде ана жігіт? Жалғас тыныштап отыр, айта беріңіз. Мына жақта қызметкерлердің бәрі бірден бастап ар жаққа дейін операторлардың бәрі бос тұр. Мына жақта кезек адамдар. Неғып солар қызмет көрсетпейсіздер деп жатырмын да. Болды. Ал мына жігіт маған ескертусіз түсіріп тұр жеке өзінің құрылғысына. Ал мен ескерттім. Неған ескерткен жоқсыз? Камераны ұстап жүргеннен кейін түсіріп. Менің құқым жоқ дейді түсіруге. Мен кез келген жерде мені рұқсатсыз түсіре бастаған кезде сіздер, менде дәл солай түсіруге құқым бар. Камера жоқ жерде мен түсіре алмаймын. Камера бар жерде мен түсіре аламын. Мемлекеттік қызметкерді мен үйіне барып, дәретханада, ваннасында, спальнигінде түсіріп жатқан жоқпын. Мен қызметтік орында қызметкерді түсіре аламын ба, түсіре алмаймын ба? Жо, өйтпеңіз. Бұл жалғас мені құқығымды шектеп жатыр. Жоқ қазір, жоқ оны шекте. Мына жалғас қазір өзінің қызметін толық атқармай отыр да, назарын мына жаққа бөліп. Одан кейін жіберемін мен. Құжаттарын дайын қойып. Салмасы апа. Кеттік біз мына жерде кезектегі адамдар кетерге, бес шетке тұрайық. Дөреге кетпеңіз. Ау? Дөреге Байқаңыз мына жерге орнықтып отырмыз. Қайырлы күн. Қайырлы. Мына кісі әкесінің қайтыс болған жайлы анықтама алу керек та. Соны собезде 5-6 жылдығын қарайтындай болу керек. Жеке куәлік бере салыңыз. Этика кодексі бойынша жаңа қызметкер шара қолдану керек еді. Кімге хабарласамыз? Тікелей корпорация для граждан басшысына ма, әлде әкімдікке ма? Жоқ, әкімдікке қарамаймыз. Жаңағы Үлгербаев Ержанға айтсаңыз сол жеткілікті. Жақсы. Жаңағы бөлім басшысына Жақсы. Болды. Бәрінің алдында адам бар. Қандай керемет, бәрі өз қызметін атқарып отыр. Бәрі іске қосылды. Болды, менде құжаттар кетті. Рахмет, сау болыңыз. Жаңа Ержан шақырып жібересіз ба, бөлім меңгерушісін? Аға, тұра тұрыңыз. Жаңағы дөрекі түрде қызмет көрсетуден бас тартып, мен құқығымды шектеп тұрған мемлекеттік қызметкер сымаққа үстінен шағым жазуға бара жатырмыз. Так, мұрағат. Так, Өркен, Ержан осында ма? Осысыз ғой. Так, отырыңыз. Астында тұрған жігіттің аты жөнін білесіз ғой өзіңіз? Сіз біздің сөзбен жаза беріңіз, Нұрекенің көзі көрмейді, қол қойып береді астына. Сіздер мемлекеттік қызметкерге жатасыздар ғой? Бюджет мекеме қызметкері ұстапсыз, мемлекеттік емеспіз. Мемлекет. Сіздерде этика кодексі бар ма, жоқ па сіздер үшін? Жазылған ба, жазылмаған ба? Жазылған өзіміздікі бар. Сіздерге сонда мемлекеттік қызметкердің этика кодексі жүрмейтін болып тұр ғой? Бағынбайсыздар ғой? Мемлекеттік корпорацияның өзі шығарған қызметкерлерге этика кодексі. Танытса бола ма? Танысайын, әпкеңіз. Мынау Түркістан облысы бойынша филиал директоры екен. Біз қазір мемлекеттік жалпы Астанадағы адам сұрасақ, оған электрон нұсқасы керек дейді. Электрон нұсқасын соған электрон түрде жібереміз. Мына кісіге, Жеңісбековке осылай жазбаса жібере салайық. Қазір байланысқа шығамыз. Так, мына арыз жазылды. Кімнің атына? Жеңісбековке облыс бойынша филиал директоры, иә? Кімнің үстіне? Әбілдаевтың үстінен, Жалғас Сұлтановичтің үстінен. Жауапты кім береді? Қашан береді? Жауапты облыста тәртіп кеңесі болады. Содан кейін соның нәтижесі бойынша сіздерге өздері хабарлайды ғой. Номер жазайық па? Мекен жай жазайық па? Мекен жайыңызды, телефон нөміріңізді жазыңыз. Жазып қояйық, иә? Онда тұрады. Ол азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес акционерлік қоғамының іскерлік этика кодексі екен. Ол кісілер мемлекеттік қызметкер кодексі бойынша емес, өздерінің іскерлік этика кодексі бойынша
жүреді. Бұл жаңағы Әбілдаевты біз 5-2 бойынша бөлім жұмыскерлерінің мінез құлқының жалпы қағидалары, сосын 5-6 іскерлік этика нормалары, 5-7 көпшілік алдында сөз сөйлеу мәнерін бұзған үшін, этиканы бұзған үшін Жеңісбековке жазып жатырмыз, жұмыстан босатуды сұраймыз деп, лауазымнан босатып. Жақсы, қазір мекен-жайды жазамыз, сізге толтырып береміз, иә? Нұрекен мекен-жай мен номерін қостық. Облыста канцелярия бар. Облыста, қай жерінде? 160 квартал, 236 құрылыс. 160 квартал қайда? 160 квартал деген объездің бойында біздің 3 этажды здание бар. Новойдан салынған. Иә, жаңадан салынған, облыс бойынша директорымыз сонда отырады. Біз қазір Нұреке екеуміз жаңағы Әбілдаевтың үстіне мына үлкен халыққа қызмет көрсету орталығының басшысына келіп атына тапсырайын деп жатырмыз. Көшірмесін алып, мөр қойғызып жүрміз Нұреке алға қарай. Так, Жеңісбековке наны өткізу керек. Қай жақта отырады Жеңісбеков? Кіре беріңіз Нұреке. Уағалейкум ассалам, Жамбыл Шекербекұлы рахматулла, аудио және бейне жазылым жүруде. Біраз бізге ақырында хабар берейік. Сізге хабар берейік. Так, жаңа ақционнан хабар беріпті. Сіз онша жақындамасаңыз, ә? қатысып жүр. Жақсы. Сіз келгенде хабар беру керек дейді, көрек не істейтіндерін. Саламатсыз ба? Иә, сағат 4. Қазір Нұреке осы жерде тұра тұрмыз. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Есіміңіз Құндызай Әбдікәрім. Иә. Не мәселе жөнінде? Мына арыз Әбілдаев деген номер 2 бөлімде істейтін қызметкер. Әбілдаев? Иә. Жай қызметкер ғой, басшы емес, маман. Танысасыз ба? Танысыңыз. Так, арыз. Мен көрсетуші азамат не мәселе? Осыны тіркетуге келдіңіз ба? Не үшін? Иә, Жеңісбековке нан тапсырып, көшірмесін алып, мөр бастырып. Болды, арыз шағымыңызды қалдыра аласыз. Кімге звондаймын? Жаңағы Құндызай әбәдем сөйлеп тұрады, ұрсып кетті. Білесіз ба, не деп айтасыз? Жақсы. Сұрайсыз ғой, қандай мәселе, анау түсінбей жатса. Сіз кімге келіп тұрсыз? Мына арызды соның қызметкерінің үстінен жазылған арыз, осыны Жеңісбековке облыстық басшымызға тапсырып кету керек. Біз мына жерге мөр қойып беру керек, қабылданды деп. Түсіндіңіз ғой, Саламатсыз. Бұл охрана звондап тұр. Неға блогер кісі келіп тұрған еді, бастыққа. Өзіңіз сөйлесіңіз телефоныңыз сөйлесіңіз. Саламатсыз ба? Мен Жамбыл Шекербекұлы рахматулла. Мұнда азамат бар, Кентаулық тұрған болған Нұрлан деген. Жаңағы 2 бөлімшеге бардық, ХКК-ға. Ол жақта анықтама бөліміндегі кім? Әбілдаев деген маман өзінің іскерлік кодексті, этика кодексін толықтай бұзып тұр екен. Сол арыз жаздық. Жеңісбеков мырзаның атына енді соны тапсырып, біз қазір мөр алып, исходящиймен тапсырып кетейін деген едік. Жақсы, канцелярия қайда? Күзетші айта ма? Жақсы, енді қазір Жеңісбековпен біз тікелей сөйлесе алмаймыз ба? Айта алмаймыз ба? Қызметкерлер қандай екен? Жақсы. Кеттік канцелярияға. Жаңаға қарама-қарсы дейді, рецепшнге. Канцелярия рецепшнге қарама-қарсы дейм, рецепшнге қарама-қарсы есікті. Қайда? Кеттік ұстауымыз.
құжаттамалық қамтамасыз ету және талдау басқармасы дейді. Түк. Саламатсыз ба? Кіріңіз Нұреке. Бейне және аудио жазылым жүруде. Ескертіп қойын, Жамбыл Шекербекұлы, рахматылатым. Аты жөнім. Мынаны Жеңісбековке арыз алып келдік. Жеңісбековке соның көшірмесін алып, исходящий бәрін бізге мөрін басып берсеңіз. Жеке куәлік, Нұреке. Маман этикалық кодексті бұзған үшін, дөрекілік танытқан үшін комиссия өте ма? Ama ben қазір директорға жүрмін, 5 жұмыс күні. 5 жұмыс күні ма? Жақсы. Мінеки қабылданды деген. Болды. Жақсы. Почерк, номер, адрес бәрі түсінікті ғой, Жақсы, сау болыңыздар. Күн қайырлы болсын, аса құрметті қазағым. Назарыңызда Жанбол Шекербекұлы, рахматулла. Түркістан облысы бойынша басты азаматтарға арналған үкіметке жаңағы Түркістан қалалық нөмір 2 ХКК халыққа қызмет көрсету бөліміндегі нөмір 2 Әбілдаевтың үстіне жазылған арыз шағымға былай мөрдірдік. Енді жауабын күтетін боламыз. Ешбіріңіз, ешқандай азамат, ментке болсын, врачқа болсын, сондағы қызметкерге болсын, акиматтың адамына болсын, құқықтарыңыз таптатқызбаңыздар. Әркімнің, әрбір азаматтың құқығы бар бейне және аудио жазылым жүруге. Егер сіздің құқығыңызды таптап жатқан болса, немесе бір былықты байқаған болсаңыз, ескертіп қойып түсіре беруіңізге құқығыңыз бар. Ешкім сізді шектей алмайды. Ол сіздің азаматтық құқығыңыз. Ешкімге өзіңіздің құқығыңызды таптауға мүмкіндік бермеңіз, рұқсат бермеңіз. Былықты көрдіңіз ба, бассыздықты көрдіңіз ба, шағымданыңыз. Халықты хабардар етіңіз сол мәселе бойынша. Белсенді болайық. Жанбол Шекербекұлы, рахматулла. Байланыста боламыз.